ма балалар? Саламатсыздар. Барлығымыз түгелміз ба? Иә. Түгелміз, иә? Бүгінгі сабаққа деген көңіл күйіміз қалай? Жақсы ма? Жақсы. Олай болса, әдеттегідей бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Барлығымыз кітабымыздың 51-ші бетін ашайық. Яғни кірістірілген функциялар, иә балалар? Балалар, сабақты бастамас алдын күнделікті сабағымызда пайдаланып жүргенде әрқайсымыз өзімізді бағалауды, яғни өзін-өзі бағалауды білеміз, иә? Әрқайсымыз бүгінгі сабақта өзімізді бағалап отырамыз. Аты жөнімізді жазып қоямыз. Аты жөнімізді жазып қояйық. Я балалар, олай болса кітап дәптерімізді ашып, барлығымыз тақтаға назар салайық. Барлығымыз тақтаға қарайық. Ал балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы кірістірілген функция. Яғни кірістірілген функция. Енді бүгінгі сабақтың жаңа оқу мақсаты, қол жеткізетін оқу мақсатымыз электрондық кестелерді қолдану арқылы есептерді шешу үшін кірістірілген функцияны пайдалану. Яғни біз Excel'де жұмыс жасап жүрміз, білесіңдер, иә? Олай болса, яғни Excel'де кірістірілген функциялар бұл күрделі есептерді оңай және тез орындауға мүмкіндік беретін арнайы алдын ала жасалған формулалар жиынтығын айтамыз. Кірістірілген функция деген өзі яғни бүгінгі жаңа сабағымыздың жаңа түйін сөзі кірістірілген функция, встроенная функция, жақсы балалар. Олай болса балалар, Microsoft Excel кестесінде қарапайым арифметикалық амалдарынан басқа кіріктірілген функция жиынтығын қарастырамыз. Олай болса, Excel'де функциялар қызметтік салалар тәуелді категориялар бойынша реттелген. Функцияларды орындау үшін бізде 400-ден аса кіріктірілген функцияларды қолдану мүмкіндігі қарастырылған. Я балалар, қараңдар. Енді кірістірілген функцияларда біз бірнеше категорияларға бізге жылдам жасау үшін бірнеше категорияларға бөлген. Олай болса, міне қаржылық, логикалық, мәтіндік, мерзім және уақыт, математикалық, статистикалық, инженерлік, аналитикалық, қасиет және мәлімет тексеру сабақтары бойынша бөліп қойған. Яғни балалар, бүгін солардың ішінде біз математикалық функция қарастыратынымыз. Енді қараңдар, санның модулі математикалық нелер кіреді? Санның модулі, синус, косинус, тангенс, біз өзіміз математика сабағында өтіп жатқандай тригонометриялық функциялар, градустар, яғни санның таңбасын анықтайтын, яғни знак число, корень число, квадратын анықтайтын түбірін, яғни квадрат түбірдің оң мәнін анықтайды, яғни сумма, аргументтер тізіміне кіретін барлық сандардың қосындысын анықтайды. Степень негізі кез келген нақты болатын санны дәрежелейді. Яғни квадраттай, кубтай, яғни дәрежелейді екен, Олай болса балалар, қараңдар. Ендігі келесі статистикалық функциялар, яғни максимум аргументтердің ең үлкен бөлігін анықтайды. Ал минимум, ол аргументтердің минимум ең кіші бөлігін анықтайды. Яғни среднее значение аргументтердің счет, если бұл жерде берілген шартқа сәйкес кез келген диапазонның аралығындағы аргументтердің санын есептейді. Түсінікті ма балалар? Олай болса, үшінші логикалық функциялар бұл қандай да бір болмасын шартқа тәуелді есептеулер жүргізуге қолданылады. Яғни шарттарды көрсету үшін Excel программасында алмастыру, яғни салыстыру амалдарын білеміз ғой? Үлкен немесе тең, кіші немесе үлкен, және тең емес белгілері пайдаланылады екен. Балалар, бүгін мына кірістірілген функцияларда біз осы үш бөлігін бөліп қарастырамыз. Яғни математикалық функция, статистикалық функция, логикалық функция. Үш түрін қарастырып, осыны меңгеретін боламыз. Олай болса балалар, қазір барлығымыз бүгінгі сабақ түсінікті болса, бүгінгі сабағымыздың видеоролигіне назар аударайық. Оңай немесе күрделі есептеулерді жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарлама. Өкінішке орай, Excel бағдарламасында әрекеттерді жылдамдататын функциялар немесе алдын ала айқындалған формулалардың кітапханасы бар. Сомасын шығару, орташа мәнін табу,
шығару немесе есептеу сияқты жиі қолданатын функциялармен таныс боларсыз. Бірақ Excel бағдарламасында функциялар өте көп. Тіпті мәтінді пішіндеу, ұяшықтарға сілтеме жіберу, қаржы жиіліктерін есептеу, статистиканы талдау және тағы басқа секілді әрекеттер ішінде. Функция белгілі бір ретте арнайы мәндерді пайдалану арқылы есептеулерді орындайтын алдын ала айқындалған формула. Функцияны енгізетін реттілік өте маңызды. Әр функцияда функцияның дұрыс жұмыс істеуін қадағалайтын синтаксис деп аталатын арнайы реттілік болуы қажет. Формуланы функциямен жасайтын негізгі синтаксис тең белгісі функция атауын, мысалы сум, қосынды, қосуға арналған функция атауы және аргумент қою. Аргументтерде формуланың ұяшық сілтемелерінің ауқымдарын есептеу сияқты есептерді орындау ақпараты қамтылады. Стандартты функцияларды пайдалану мысалы. Жауабы пайда болатын ұяшықты таңдаңыз. Мысалы, L10. Балалар, жаңа бейнероликтен көрдік, яғни олай болса барлығымызға түсінікті деп ойлаймын. Яғни функция шебері функцияға сәйкес формулаларды дайын шаблондарды береді екен бізге, көрдік па? Енді қолданушы, яғни біз бар болғаны функцияның аргументтерін ғана жазады екенбіз. Енді мына жерде қараңдар, функция аргументтерінде, яғни сандар, өрнектер, жазылған ұяшықтар адрестері, диапазон адрестері пайдаланылады. Яғни мысалы қараңдар, сум A5, A9 дейді. Бұл жерде сум функциясы A5, A6, A7, A8, A9 ұяшықтарындағы диапазон сандарының, яғни қосындысын, сомасын есептейді. Енді мына жерде среднее значение J4, J6. Мұндағы среднее значение функциясы J4, J5, J6 ұяшықтар диапазонындағы сандардың орташа мәнін есептейді екен. Барлығымызға түсінікті болса, балалар, олай болса тақтаға қараймыз, барлығымыз дәптерімізді ашып орындайық, сөйлемді аяқтап. Яғни среднее значение функциясы. Бізде қандай қызмет атқарады екен? Минимум функциясы әрқайсымыз өзіміз тез орындаймыз. 2 минут қана, 1 минутта орындасақ та болады. Максимум функциясы. Барлығымыз тез дәптерге орындап аламыз. Содан соң практикалық тапсырмамызға өтеміз. Өздеріңіз бағалап отырамыз. Бағалы парағы берілген барлықтарыңызға. Болдық па балалар? Олай болса, келесі тапсырмамызға өте берейік, балалар? Келесі тапсырмамыз, яғни практикалық тапсырма. Олай болса, балалар, келесі практикалық тапсырмамыз тақтада көрсетілген, бірақ барлығымыз алдымызға кітабымызды алып, 24-ші беттегі практикалық тапсырма. Яғни осы тапсырманы Excel'де орындаймыз. Бастаймыз. 24-ші бет барлығымыз кітабымызды ашып отырып орындаймыз. Балалар 24.289 санының, яғни біз не істейміз ол жерде? Қараңдар, санның квадратын табамыз, түбірін табамыз, қосындысын табамыз, яғни оның ең үлкен мәнін анықтаймыз, сосын арифметикалық ортасын табамыз, түсінікті болады ма? Жақсы. 24.289
Жоғары. Апай болды. Жақсы, яғни қанша 54.289 санын зерттелген, квадратын таптық, өте дұрыс. Түбірін алдық 233, өте дұрыс. Қосындысын табу, ең кішісін анықтау 2 саны, яғни арифметикалық ортасы 5,4 өте дұрыс. Жарайсың, Айша. Кім түсінбей жатыр? Түсініп жатырмыз ба? Қосындысын алу үшін не істейміз? Яғни сумма, иә? Сумма. Квадратын тапқаны дұрыс, түбірін алғаны дұрыс, қосындысына қателіктің. Қайтадан есептейміз. Дұрыс, біріншісі квадратын тапқан, енді түбірін табамыз. Жақсы. Түбірін табу үшін не пайдаланған еді? Степені табымыз шығармаймыз. Формула шеберіне кіріп, f(x + h) ендесеміз қай санды жазамыз мына жерге? Бізге берілген 54.289 жазамыз. Дұрыс. Енді біз оны квадраттайтын болсақ, мына жерге қанша жазамыз? 2, иә, квадрат кубтайтын болсақ 3 жазамыз. Енді, окей. Шықты ма? Ал оқушылар, олай болса, практиканы аяқтаймыз. Уақытымыз шектеулі, иә? Уақытымыз Айша, өте дұрыс, молодец. Яғни, өзін-өз бағалау парағына белгілеп қой. Яғни, 5 баллды жоғары жинады, иә? Жақсы. Сізге қаны біреу болып кетті ма? Яғни 4 балл, иә? Арифметикалық ортасын таппадым. Шапағат дұрыс. Шапағат 4 балл арифметикалық ортасын таппады. 4 балл арифметикалық орта таппадық. Жақсы. 3 балл қосындысын таптық. Ең үлкен, ең кішісін табу. Өте оңай. Синусқа бір таппадық ба? 3 балл белгілеп қоямыз өзін-өз бағалап. 3 балл өте жақсы. Жаман емес балл. Жарайсың. Жақсы. 5 балл. Иә? 5 балл. Санның ең кішісін табу арифметикалық ортасына өте дұрыс. 5-6 шықты ма? 5 балл. Баллыңды жазып қоямыз. 4 балл. Баллыңды жазамыз. 3 балл. Жақсы. Ерхан 3 балл. Дұрыс. Барлығымыз жақсы. Жаман емес. Олай болса, практикамызды аяқтайық. Барлығымыз орнымызға жайғасайық. Ал олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымызды қорытындылайық. Мына таныс па сендерге семантикалық карта? Яғни семантикалық картаны білеміз, иә? Барлықтары семантикалық карта тарқатып беремін қазір. Семантикалық картаны орындаймыз. 2 минут уақыт берейін. Критерий бойынша бағалап отырамыз. Балалар бағалау парағын бағалауға кетпейміз.
2 минут жете ме уақыт? Жетеді, иә? Бүгінгі сабағымызға байланысты сөздер. Орындаймыз. Әрқайсымыз өзіміз орындаймыз, иә? Әрқайсымыз өзіміз орындаймыз. Әрқайсысына 1 балдық жүйемен бағалаймыз, иә? Көтеруге қараймыз. Ал олай болса оқушылар, уақытымыз аяқталды. Барлығымыз болып қоя, барлығымыз. Көшкімізді қойып жоғары бері қараймыз. Олай болса мен тақтадан қазір дұрыс жауабын ашамын. Әрқайсымыз өзімізді тексереміз. Дұрыс жауапқа қараймыз. Осылай дұрыс жауабы. Барлығымыз өзімізді тексеріп, бағалау парағына балымызды қойып шығамыз. Тез-тез ұдаймыз. Бағалау парағына қойып шығамыз. Қанша бал болды қойып шығамыз. Ал олай болса балалар, бүгінгі сабақ, бүгін қалай болды? Кері байланыс беріп, маған бутерброд әдісі бойынша қазір барлықтарға тарқатып беремін. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнаса жазамыз, не үйренгендеріңді, маған не қиын болды деген жерге, өздеріңе қиын болған нәрсені, мен енді нені үйренгім керек деген жерге, яғни алдағы сабақтар не үйренгім келеді, соны жазып береміз. 1 минут уақыт тез-тез жазып береміз. Олай болса балалар, кері байланысымызды жинайық. Уақытымыз болды, кері байланысты, иә? Маған жинап беріңіздер, қастарыңызда бір-бірлеріңізбен. Кері байланысты беріңіздер. Bir adam екі адам сөйлей ма, кері байланысына? Кім сөйлейді? Айша, айта ғой, бүгінгі сабақ ұнады ма саған? Иә, бүгінгі сабақ маған ұнады. Себебі мен Excel'де көптеген қиын есептерді оңай жолмен шығаруды үйрендім. Және де мен слом, максмен, тағы да көптеген терминдерді ажырата алмаймын деп ойладым. Бірақ мен оларды ажырата білдім. Сонымен қатар мен енді осы бізге берген қиын есептерді қиын жолдармен шығаруды үйренгім келеді. Өте жақсы. Кім сөйлейді? Сөйлей ғой. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Себебі Excel'мен көптеген есептерді оңай жағынан шығара бастадым. Және де математикада шығарып жүрген қиын есепті Excel'мен тегін шығаруға болады екен. Жақсы, сол жері ұнады, иә? Қиын есептерді оңай жолмен шығарған ұнады. Жақсы. Ал олай болса балалар, келесі үй тапсырманы жазып аламыз. Кірістірген функциялар, яғни сол тақырыпты оқып келеміз де, сөз жинап құрап келеміз. Барлығымыз үй тапсырмасын жазып алайық. Ал балалар, барлықтарымыз бағана мен өзіміз бағалап отырмыз, иә? Барлықтардың бағаларын қойып шықтыңдар ма балдарды? 14 ұпай болмайды. Иә, 14 ұпай. Жақсы. 10 ұпай. Жақсы. 12 ұпай. Барлықтарының балдарының есептеп қойсаңдар, мен өзім бағаға айналдырып, яғни күнделікке қоямын, иә? 12 бал, 13 бал, жақсы. 12 ұпай. 13 ұпай. Яғни бүгінгі өзін-өзі бағалауда балалар, бағалау критерийіне қарайықшы, 12-14 ұпай аралығындағы оқушыларға. 8-10 ұпай аралығында 3, 11-13 ұпай аралығында 4 деген баға аласыздар, иә? Яғни балды бағаға айналдырып, мен өзім қойып шығамын. Бүгінгі сабақ көңіліңізден шықты ма балалар? Иә. Өте қызықты
деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Sağ olun.